Қайырлы күн достар, мені арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз өте жұмсақ дәмді бауыр пирогын дайындайтын боламыз. Бауырды алдын ала еттартқыштан өткізіп алдым. Сәбіз бен пиязды осылай кішкене бөліктерге бөліп турап аламыз да блендермен езіп алатын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркелгеннен кейін қоңыраушаны басатын болсаңыздар, менің каналымдағы жаңадан шыққан рецепттерді бірінші болып көре аласыздар. Мінекей достар, езіп дайындап алдық. Енді келесі кезекте ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз да оған тұз қосып жақсылап араластыратын боламыз. Одан соң оған жаңағы дайындалған блендердегі сәбіз, пияз езбесін қосамыз. Араластырып аламыз да сүтімізді құйып, араластырып, оны бауырдың үстіне құятын боламыз. Мінекей құйдық. Ендігі кезекте татымына қарай тұз бұрышымызды қосамыз. Және де ұнымыз салып, біркелкі болып араласқанша араластыра беретін боламыз. Ұн түйдек болып қалмау керек. Әдемі болып пісу үшін жақсылап араластырыңыздар. Және де 30 грамм сұйық май қосамыз. Негізі бауыр денсаулыққа өте пайдалы болып келеді. Әсіресе кішкене балалар мен жүкті әйелдерге бауырды көбірек жеңіздер деп дәрігерлер кеңес береді. Табамызды майлап аламыз да оған құйып, пешімізде 40 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің бауыр пирогымыз пісті. Енді оны табамыздан түсіріп, мен осылайша үшбұрыштап кестім, тәрелкеге қойған кезде әдемі болуы үшін. Негізі бұл бауыр пирогы әр пеште әртүрлі піседі. Кейбір пештерде 20 минутта пісуі мүмкін, бірақ менің пешім жай пісіретін болғандықтан мен 40 минутта пісіріп алдым. Пирогтың бетіне майонезді жағамыз да жұмыртқаны үккіштен өткізетін боламыз. Бір тәрелкедегі ыдысыма, яғни пирогтың бетіне аскөкпен әсемдедім. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, өте жұмсақ, керемет болып шықты. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Сондықтан да менің каналымды жіберіп алмай, менің каналыма қолдау білдіріп, видеоларымызды қарап тұрыңыздар. Мен сіздерді күтемін.